Баршаға сәлем, сенімен бірге мен Дорамшик ағай. Бүгінгі обзор жақында ғана шығып, үлкен танымалдылыққа ие болған «Бойфренд по запросу» дорамасына арналады. Баршаңызға қайырлы кеш. Негізі бұл обзорға дораманың үзінділерін қосқым келген, бірақ өкінішке орай авторлық құқыққа орай ол қосу мүмкін емес екен. Сондықтан да картинкалар болады, дораманың картинкалары. Сондықтан да айып етпеңіздер. Дорама Сомерия есімді бас кейіпкердің өмірін көрсетуден басталады. Ол Ветпун шығаратын компанияда продюсер болып жұмыс жасайды. Юнсон есімді Ветпун автор бар. Ол өте қиын, онымен жұмыс жасау мүмкін емес. Онымен жұмыс жасаудан продюсер кетіп қалады да, енді онымен дәл осы бас кейіпкер жұмыс жасау керек. Пак Кён Нам есімді тағы бір продюсер жігіт бар. Оны Мирей аса жақтырмайды. Екеуінің біреуіне Юнсонмен жұмыс жасау мүмкін еді, бірақ ол Мирейге беріледі. Осы кезде Мирейдің бұрынғы махаббатын көрсетеді. Сол кездегі ғашықтық сезімін дегендей. Сонымен Мирей Юнсон есімді автормен жұмыс жасауын бастайды. Ол онымен бұрын бірге жұмыс жасаған. Ол өте қиын екен, өте жақсы түсінеді. Осы кезде виртуалды өмірге танысуға болатын қосымша шығарып жатқан компанияның адамы келеді. Ол бас кейіпкер қыздың продюсер екенін біліп, қосымшаны бағалап көруін сұрайды. Бағалап өзінің пікірін білдіру керек дегендей. Оған арнайы құрылғы беріледі. Сол құрылғыны басына тағып виртуалды өмірге тап болады. Мире теңізге суға бір батып бара жатқан жігітті құтқарып қалады. Ал ол болса өз жұмыс жасайтын Ветпундағы бас кейіпкер. Ол жігіт осы қыздың виртуалды өмірдегі алғашқы жігіті болады. Содан бізге кездесу бойынша менеджерді көрсетеді. Виртуалды қарым-қатынаста жүрген адамға жүзік беріледі, сақина. Ал егер ол одан шыққысы келсе, оған жүзікті шешсең болады дейді. Виртуалды өмірде бас кейіпкер қонақ үй қызметшісі болады. Соны Чхверши Уда кездестіреді, яғни өзі құтқарып алған жігітті. Виртуалды өмірдегі алғашқы махаббат. Бұл жігіт өте бай, сымбатты. Жігіт қызға әдемі киімдер алып береді, жеке тікұшаққа отырады, бірге жақсы уақыттарын өткізеді. Жігіт қызға жүзік тағып жатқанда, жігіт те қасындағылардың бәрі де қатып қалады. Сол кезде Мире әрбір жігітпен тек 50 сағатқа дейін ғана кездесе алатынын біледі. Сонымен оның көңілі қатты қалады. Құрылғыны шығаратын компания қызметкерімен кездесіп, әрі қарай қатыспайтынын айтады, айналысқысы келмейтінін бұнымен. Бірақ ол әлі 899 кейіпкер барын айтады. Басында ол жоқ деп тұрып, бірақ әрі қарай жалғастыра түседі. Мире жаңа қарым-қатынаста оқуға енді түскен студент қыз болады. Бұл жерде ол екінші бойфрендін кездестіреді. Ол өте сымбатты, өзінен жоғары курста оқитын студент. Екеуі бірге комдо деген спортпен айналысып, қыз тіпті жігітті жеңіп шығады. Мире бұл жігітпен кездесуге тырысса да, жігіттің оған қарайтын түрі жоқ. Ол менеджерден неге бұлай деп сұрайды. Ол жігіттердің бәрі артыңнан жүгірмейді, кейде өзіңнің де жүгіруіңе тура келеді дейді. Мире жігітті өзіне қаратуды тырысады, бірақ ол батпайды. Мире қайтпай жігітті өзіне қаратуға тырысады, студенттер барлығы отырып бірге ішеді, жігітті барынша өзіне қаратуға, тартуға тырысады. Сонымен барлығы шығады, жігіт екеуі қалып қойып, жаңбыр құйып кетеді. Екеуі бірге жатақханаға барып, жігіт киімін ауыстырып алады. Осы кезде Мире бұрынғы жігітін еске түсіруін әрине ұмытпайды. Виртуалды өмірде ол екінші бойфрендті ақыры өзіне қаратады. Екеуі бірге тамақтанады, бірге уақыт өткізеді. Осы кезде Миренің бұрынғы жігіт туралы тағы әңгіме болады. Бұрынғы жігітінің сүйіктісі шақыру билетін жібереді. Олар бұрын группалас болған. Жігіт одан кешірім сұрайды. Сонымен виртуалды өмірдегі подписканың аяқталуына Миреде 4 сағат уақыт қалады. Виртуалды өмірдегі студент Мире группаластарымен бірге саяхатқа аттанады. Виртуалды өмірде жүрсе де Мире бұрынғы жігітімен болған уақытты, онымен айырылысқан кездерін есіне түсіреді. Сонымен Мире виртуалдағы өмірдегі жігітпен уақыт өткізіп, енді сүйіскеле жатқан кезде құрылғының тегін пайдалану уақыты аяқталғанын біледі. Қыз құрылғыны ұмытады, сонымен бір ай уақыт өтіп кетеді. Миренің офистегі өмірі жалғасады. Жоба бойынша Кёнам екеуі бір командада болады. Қыздың айналысып жатқан Ветбуны рейтингте бірінші орынды жібермейді. Енді өзі пайдаланған құрылғаның подпискасын алғысы келеді. Негізгі подписка 500 мың вон тұрады. Бұл теңгеге шаққанда шамамен 170 мың теңге. Ал премиумды алса ол 1 миллион вон, ол теңгеге шаққанда шамамен 340 мың теңге. Ал королевский подпискасы 2 миллион вон, ол шамамен 700 мың теңгеге жоқ. Басында ол ешқандай подписканы алғысы келмейді, бірақ соңында алады. Виртуалды өмірде енді оның өз үйі бар, оны оған менеджер көрсетеді. Менеджер оған бір күнде ол тіпті 10 жігітті кездестіре алатынын айтады. Өткен өзі кездескен жігіттен бөлек әлі 898 жігіт бар. Содан ол ұшақтан бір-ақ шығып Порт-Серикке айналады. Сол жерде ол ұлттық барлау қызметкерін кездестіреді. Бұл оның кезекті бойфренді. Ұшақта лаңкестік іс болғандықтан оған бұл ұнамайды. Содан ол ауруханадан бір-ақ шығады. Енді ол интерн, ол жерден ол дәрігер жігітті кездестіреді. Содан ол теңізде жүреді, сотта жүреді. Ол жақта да әрине жігіттерді кездестіреді. Ол олардан бөлек басқа да түрлі жігіттерді кездестіреді. Тіпті
Джей Пакпен де кездеседі. Подпискасы біткелі жатқанда ол екінші бойфренд кездестіреді. 10 жыл өткен, Мире продюсер, ал бұл жігіт өз компаниясы бар жігіт. Екеуі бірге кездеседі, бұрынғы кездерді еске түсіреді, тіпті ол кейіпкер шынайы өмірде де телефон арқылы байланысып тұруға мүмкіндік алады. Содан офистегі өмір жалғасады Миренің, киномен екеуі бірге тамақтанады, бір-бірін тіпті жақын танып бастайды да. Мире виртуалды өмірде екінші жігітпен сөйлеседі, екеуі бірге кино көруге барады, оның бақыттан басы айналып жүреді. Осы кезде шынайы өмірінде жұмыстастарымен бірге саяхатқа аттанады, түрлі ойындар ойнайды, бірге ішеді, қуады, сонымен таң атып барлығы үйлеріне қайтады. Мире Кённамның көлігіне отырады, қасындағылары көліктен шығып үйлеріне қайтады, екеуі оңашада қалып қояды. Мире көлігінен енді шайынып жатқанда Кённам қызға сезімін білдіреді. Ол қатты таң қалады, кеңседе жүргенде одан қашуға тырысады. Жігіт қызға жауабыңызды қашанға күтемін дейді, ал ол болса жігітім бар деп өтірік айтады. Ал виртуалды өмірде ол әлгі бойфрендпен кездесуін жалғастыра береді. Сонан ол шынайы өмірде отырған кезде журналдан виртуалды өмірдегі жігіттер туралы оқып, өзі виртуалды өмірде кездесіп жүрген жігіттің не істейтінін, қыздарға не айтатынын біледі. Оған не айтты, басқа қыздарға да солай айтатынын біледі. Ол бұған қатты сенген еді, сондықтан қапаланады. Ол сонымен подпискадан бас тартатынын айтады, менеджер келіп қандай жігіт керек, сондай жігіт жасап беретінін айтады. Яғни Миренің ол жеке бойфренд болады, өзінің ғана. Ол олардың көптеген сұрақтарына жауап беру керек. Ақыры Мире виртуалды өмірде жеке бойфрендімен кездеседі, ал оның түрі өзі аса ұната бермейтін әріптесі Кённамның бет бейнесі, яғни өзіне сезім білдірген жігіттің. Ол бас тартып 2000 сұраққа оның түрін көру үшін жауап бермегенін айтады. Ал ол болса дәл оның сұрағына сай бойфренд жасалғанын айтады. Мире басқа адамды жасап беруді сұрайды, ал менеджер басқа жасауға болмайтынын айтады. Ол қатты тағы да қапаланады әрине. Содан Мире жарайды бір көрейін деп Кённамнан аумайтын жігітпен кездесіп көреді. Ол жігіттің иісі, арқасы да оған ұнайды. Олар бірге тұрады, бірге тамақтанады, бірге көңілді уақыт өткізеді. Содан шынайы өмірде Мира Кённаммен бірге Пусанда болады. Ол жерде Ветпун авторлары жүлде алуға қатысады. Кённам продюсерлік ететін Ветпун автор үздік атанса, ал Мире продюсерлік ететін автор үздік болмай қатты қамғады. Содан бәрі бірге ішеді, қызықты жайттар орын алады. Мире ішімдік ішіп теңіздің жағасына отырады. Миреге виртуалды өмірдегі жігіт келем дейді, Кённамды ол сол деп ойлап қалып, тіпті бетінен ұстайды. Мире оны басқа біреумен шатастырып алғанын айтады. Таң атпастан автор Юн продюсерге айтып, яғни Миреге айтып, олар ерте Сеулге кетіп қалады. Ал қалғандары Пусанда қалып көңіл көтереді, теңізден ләззат алады. Ал Кённамға оның бәрі де қызық емес, өйткені Мире кетіп қалды. Мира мен Кённам жұмыс уақытынан кейін де кеңседе қалып, көбірек бірге уақыт өткізеді. Миренің виртуалдағы өмірі де шынайы өмірі де жалғасады. Шын өмірде Кённам продюсерлік ететін автор бірінші орын алады, ал Юн автор болса үшінші орынға түсіп қалады. Әрине олар үшін бұл қиын жағдай. Содан дәл осы авторлар мен продюсерлер бір жерде кезігіп қалады, ішіп көңіл көтереді. Сол кезде Кённам мен Мире сөйлесіп, Мире жігіті жоқ екенін айтады. Енді Миренің ойынан Кённам кетіп болмайды, тек соны ойлай береді. Екеуі жақын бола бастайды. Кённам оған хабарлама жібереді, қайырлы түн деген сияқты. Мире Кённамнан аумайтын виртуалды жігітке енді келмейтінін айтады. Кённам екеуі бірге таксиге отырады. Мире Кённамның кейін өзгеріп кететінен қорқатынын айтады, өйткені бұрынғы махаббатында бәрі керемет, бәрі мінсіз болып, кейін бәрі өзгеріп кеткен. Сонымен артық сөзді қояйық деп екеуі уәделесіп махаббаттарын бастап кетеді. Екеуі бірге кино көреді, бірге суретке түседі, конькиге барады, бірге тамақтанады, бірге әрине ішімдік ішеді. Екеуінің арасында нағыз махаббат басталады. Мире пайдаланылған құрылғыны оның құрбысы да пайдаланады. Ол құрбысы сияқты бір жігітпен емес, бірден бірнеше жігітпен кездеседі. Одан ол кайф алады. Ол ғана емес, бұл құрылғыны, яғни виртуалды махаббатты автор Юн сонда пайдаланады. Кённам Миренің үйінде болып бірге тамақтанып, уақыттарын бірге өткізеді. Мире автор Юнсонның үйінде болып Кённамға бір файлды жіберуді сұрайды, яғни жігіт Миренің үйіне бару керек. Сол кезде Мире үйінде құрылғы бар, оны Кённам көріп қалмау керек деп үйге жүгіріп барады. Кённам құрылғы туралы біліп, соны өзі пайдаланады. Мире болып виртуалды әлемге тап болып, өзінен аумайтын адамды көреді. Ол қатты қапаланады. Мире оған мұның әдейі болмағанын бәрін түсіндіріп бере алатынын айтады. Кённам Миремен сөйлескісі келмей өзінің суыққандылығын көрсетеді. Ол қаншалықты Кённамға жасаса да, ол жауап бермейді, қызға мән бермейді. Мире виртуалды өмірдегі Кённаммен сөйлесіп, одан ақыл сұрайды. Ол түрлі кеңестер айтады. Ол соның айтқандарын жасайды. Соңында екеуі бір-бірін түсініп, бір-біріне қарай жүгіріп, бәрін түсінеді. Содан үлкен іс-шара болады. Сол жерде екеуінің құшақтасып жатқан әріптесі көріп қалады да, Мире Кённамды итеріп жібереді. Оның үстіне зат құлап, ол ауруханадан бір-ақ шығады. Дегенмен әрине бәрі жақсы болып кетеді. Әрине әріптестермен бірге тағы отырыс болады, міндетті түрде ішу болады. Кённам мен Мире қол ұстасып отырады. Одан кейін Мире виртуалды өмірдегі Кённаммен кездесіп, онымен қоштасады. Ал ғашықтар шынайы өмірде екеуі қол ұстасып, бақыттан бастары айналып жүреді. Сонымен дорама өз мәресіне жетеді.
Мінекей осындай дорама өзі 10 бөлімнен тұрады. Бірінші сериясы анау құрылғыны таққанша маған өте қатты скучно болды. Скучнаның скучнасы. Бірақ құрылғыны таққаннан кейін дорама өте қатты ұнады. Өте жеңіл. Бұрынғы дорамалардың бір вайбы сезіледі. Дораманы көргендер бар ма? Обзорға ойыңыз қандай, пікіріңіз қандай? Оны жаза кетіңіздер. Лайк басып, арнама тіркелей кетіңіздер.